Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен қызыл мақпал тортын әзірлеймін. Орысша айтқанда красный бархат торты. Осындай керемет, нәзік, бір жасағаннан шығатын рецептпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қантты қосып, миксермен араластырамыз. Оның үстінен жұмыртқаларымызды жарып салып, оны да жақсылап миксермен араластырамыз. Айранымызға бояғышты салатын боламыз. Менде астикор бояғышы және бір шай қасық кетті менде бояғыш. Осылай айранға жақсылап араластырып барып саламыз. Оның үстінен сұйық майды қосамыз. Барлығын жаңағы миксердің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Құрғақ қоспаларды қосатын боламыз. Бір ыдысымызға алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызды салып, қопсытқыш салып, және какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы құрғақ қоспамызды екі бөліп саламыз. Бірдестен салсаңыздар басылып қалуы мүмкін. Сондықтан бөліп салып, осы миксермен араластырамыз. Формамыз жақсылап араласқан соң, бірде 3 кесеге бөлеміз. Осы әр кесені жеке-жеке пісіріп аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, 180 градуста әр қоржыны 15 минуттай пісіріп аламыз. Қорждарымыз піскенше крем дайындайтын боламыз. Творожный сырымызға сливкемізді және қант ұнтағын салып, миксермен жай жылдамдығынан бастап, орташа жылдамдығымен қосып, 7-5 минуттай араластырамыз. Яғни біздің креміміз өз-өзін ұстап тұруы тиіс. Менде крем дайын болды, осылай өз-өзін ұстап тұрды. Қорждарымыз пісті, мен осылай сеткаға салып суытып алдым. Және бір қоржымның ортасын бөліп, оны жаңағы сантигенге блендердің көмегімен езіп аламын. Қоржымыздың астына аздап крем төсейміз. Және мен кальцоның көмегімен құрайтын болам. Сіздерде кальцо болса, кальцомен құрауға кеңес беремін. Ал егерде сіздерде кальцо болмаса, онда жаңағы рет-ретімен құрай берсеңіз болады. Осылай қоржы төсеген соң, ешқандай пропитка құймаймыз. Кремімізді жағып, қоржымызды қойып, жаңағы үсті-үстіне крем қоржығып, барлығын қойып шығамыз. Менде мұнда 3-ші қоржым, және осыны крем жағып, бетін тегістеп, пищевая пленкамен төсеп, тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямын. Негізі достар, егер сіздер жаңағы жасайтын болсаңыздар, лажы болса, 1 түнге қойсаңыздар, крем толық сіңеді. Және осылай аздап крем алып қалуды ұмытпаңыздар. Бізге бұл кремімізді шеттерін және әрлегенге керек. Менде мұнда 2 сағат уақыт өтті. Кальцодан тортымызды шешеміз. Және алып қалған кремімізді жан жақтарына жағамыз. Және бір кесіп алған қоржымды үгіттім блендердің көмегімен. Соны шеттеріне және жанына сәндейтін боламын. Сеуіп сіздер де қалауларыңызша жанына болмаса барлық жеріне жаңағы осындай үгіткен қорждарыңызды сеуіп шықсаңыздар болады. Және менде тағы крем артылып қалды. Мен оны кондитерлік қапшыққа салып, арнайы насадка кигізіп,
айландыра жаңағындай сақина тәрізді сөйтіп жасаймын. Описанияның астына жазып қоямын, қандай жаңағы насадка номер екенін. Сіздер де осындай етіп жасасаңыздар болады, әдемі көрінеді. Және кондитерлік кәмпиттермен сәндедім. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңызша жеміс жидектермен, осындай кондитерлік кәмпиттермен сәндесеңіздер болады. Сондай нәзік, ауызда еритін торт болады. Бір жасағаннан шығатын торт. Достар, жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің YouTube арнамда көптеген басқа да қазіргі таңда хит болып жатқан пирогтар, салаттар, торттардың рецептері бар. Егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен Меруерт, келесі кездескенше.